Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны лет демекші, бесіктегі бөбектің болашақта тұлға болып қалыптасуына әке мен ана тікелей жауапты. Ендеше тәрбиенің дұрыс жолын іздеп, бағыт берер біздің бағдарлама сізге үлкен көмек болғай. Қайырлы кеш, эфирде Ақ мама және мен Дина Төлепберген. Апта сайын осы студияда 4 ана өзара сайысқа түседі. Әр ананың тәрбиесі тың, тәжірибесі бөлек. Ендеше бүгінгі бәйгеде бақ сынайтын аналарымызды ортамызға шақырсын. Түгел болса төбеде келет демекші бағдарламамызды бастайық. Әр ананың тәрбиесі тың, өмірлік жолы бөлек деп айтқан болатынмын. Ендеше сол айырмашылықтарға қазір назар аударсақ. Шынықса шымыр болады. Бұл 7 айлық ұлдың анасы Сабинурдың ұраны. Менің балам суық су ішеді, жалаң аяқ жүре береді, сквозняктарды қорықпайды. Сол үшін иммунитет қатты болады. Сауданың тілін жетік білген ана Айша. Миллионда ақша тапсаң да, балаға бір тиында берме дейді. Қазір енді көп ата-ана өзі бай тұрғанда бала шағасына бәрін беріп қояды. Осылар қиыншылықты көрмесінші деп, ол бірақ қате санау. Мен, например, баламды 1000 теңге беріп магазинге сүт алып кел деп жіберсем де, каждый тиынды санап аламын. Киноактриса Гүлшарат Жұбаева. Әр адам өз өмірінің сценарийін өзі жазады деп біледі. Айтады ғой, күйеуіңді қандай сыйласаң, өзің ханның әйелі боласың деп, сол үшін мен патша деп есепте еркелетемін, өйткені өзім де оның қасында қаншайымда жүргім келеді. Аспанда құстай ұшып, талай трюк жасайтын акробат мама Камила бар қорқыныш тек мида деп біледі. Менің балам, менің ойымша, өте ерекше, өйткені ол андай көп қимылдайды, гиперактивный дейді ғой. Сол үшін біз оны гимнастикаға бердік. 4 ана студияға келмес бұрын өзара жақын танысты, бір-бірінің үйіне барып тәрбие әдістерін зерттеді. Енді бүгін 1-ден 5-ке дейінгі көрсеткішпен баға қояды. Бала тәрбиесі, тұлғалық дамуы, үй шаруасы сыналады. Сондай-ақ сарапшылар да жеңімпазды анықтауға үлес қосады. Қонағымыздың әр қайсында 5 балдан бар. Ең көп ұпай жинаған ана Ақ мама алқасын тағады. Бүгін біз көрермендерімізге уәде еткендей Гүлшарат Жұбаевамен жақынырақ танысатын боламыз. Гүлшарат, қош келіпсіз. Негізі шын айтқан кезде мен ойымша қалың көрерменнің көпшілігі сізді жақсы біледі, әсіресе кинокартиналардан. Ақ мама жобасында осы студияны не істеп жүр деген бір сұрақты қойып жатқанда шығар. Қандай жауап бере аласыз? Күйеуімнің қолдауымен ақ мама болу керексің деп маған жаңағы сеніп бар дегеннен кейін келісім берген болдым. Олай болса күйеуіңізге рахметімізді айту керек емес пе? Есімі кім? Жандос. Жандос мырза, рахмет сізге. Ендеше сіздің жұлдызыңыз, сіздің махаббатыңызбен біз де жақынырақ танысайық. Экранға назар аударсаңыздар. Сәлем бәріңізге, менің есімім Гүлшарат Жұбаева, жасым 37-де 3 баланың анасымын. Ата-енемен бірге тұрамын. Актрисамын. Чисто.
кәсіпкермін, бірнеше кәсіпті басқарып жатырмын қазіргі таңда. Балаларымның үлкені Жантемір 6 сыныпта оқиды, одан кейін Алина 5 сыныпта оқиды, одан кейін кішкентай Мұхаммед, оған 2 жас. Әйел ретінде күйеуіме жақсы әйелмін деп есептеймін, өйткені біз өте аз ұрсамыз десек те болады. Айтады ғой, күйеуіңді қандай сыйласаң, өзің ханның әйелі боласың деп, сол үшін мен патша деп еркелетемін, өйткені өзім де оның қасында қаншайым да жүргім келеді. Ұлдың тәрбиесімен көбінесе Жандос, яғни менің күйеуім айналысады, одан кейін қыздың тәрбиесімен өзім айналысамын. Қызым енді биге барады, мама, мен саған ұқсағым келеді дейді. Бишімін, тойға шығып ән айтамын кейбір кездері. Одан кейін кез келген уақытта тренер болып кете аламын таэквондодан. Қандай жағдай болса да, тігін тігіп, кез келген жерден, кез келген ситуациядан шығуға дайынмын. Жақсы пісіремін, тамақ бизнесменімен айналысқанмын, 8 қырлы бір сырлы анамын, жан-жақты кәсіпкерлікті, жан-жақты дамуды қолға алып жүрмін, және оны балаларыма да сіңдірудемін. Қазірден бастап олардың да жан-жақты болуын қалаймын. Өте жақсы келінмін деп ойлаймын, өйткені ата-енем маған ырза, және үнемі айтып отырады, және күйеуім де маған ырза деп ойлаймын, өйткені ол менен басқа ешкімді көрмейді. Және ақ мама болуға мен лайықтымын деп есептеймін. Мен шын айтқан кезде сіздің таэквондомен айналысатыныңызды білмеген екенмін. Ал сұрақ тұрайын. Қара белбеу кәдімгідей. Мастер спорт. Неше жыл сонда? Бұл кезде мен 18-19 жастарында түскен сурет жаңағы. Бәсе, әлгі картинада ұрып соғып жатырсыз. Сол фильмдерге өр бар ма екен деп сөйтсеңіз? Өзім түсем көп. Өзіңіз, иә? Би де билейді екенсіз? Негізі кәсіби бишімін. Кәсіби биші? Кәсіби бишімін. Қайда оқығансыз? Музыкалық училище бітіргенмін, қызыл дипломмен, осы хореография бөлімін. Онда сіздің үйіңізге қонаққа бармас бұрын, бәлкім, би сұраймыз ба, қалай ойлайсыздар, қымбат сарапшылар? Мен ешбір жерде, Гүлшарат, сіздің биші болып билегеніңізді көрмеген екенмін. Билегенсіз бе үлкен сахнаға? Үлкен сахнаға мен Алматыға осыдан біраз жылдар бұрын клиптер түсіріп, биді жарыққа шығарам деп ұмтылған болатын, бірақ ол кезде би деген кенже қалып жатқан өнердің бірі ғой, сондықтан бір жолым болмады би жағынан десем де болады. Актриса есебінде тани бастады. Сонымен енді осы жылдан бастап өзімнің жақын арада би кешімді ұйымдастырып жатырмын. Би кешіңіз болады ғой? Кешім болады. Ондай болса осы сәтті біз өткізіп алмауға тиістіміз деп ойлаймын. Ендеше Ақ мама жобасында эксклюзив болсын. Сіздің концертіңізге бір шымылдығы осы жерде ашылсын деп өтініп сізді бір сахнаға шақырсақ. Билеп бересіз бе?
сахна мен киноның жұлдызы болған Гүлшарат Жұбаеваның бала тәрбиесіндегі ұстанымы қандай? Оның телефондағы ойындарға ақша аямайтын ата-анасы білді ме? Бағдарлама қатысушылары Гүлшараттың отбасынан тағы не көрді? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Қоғамда шу болып жатқан сіздің алғашқы ма, мен білмеймін, енді біз білетін кинокартинаң сол келін. Халық оны басқаша қабылдады, неге шешінеді деген сияқты. Сіз алданғансыз. Жоқ, алдандым деп айта алмаймын. Мен бәрін біліп. Медальді қандай неден алдың? Айналысам бокспен, айналыстым карате, скалолазание, таэквондо. Сендерге қазақша сөйлеу өте қиын болып тұр, қазір? Менің қызым 2,5 шамада жасты. Мен орыспын дегенді шығарды. Я русская, я не казашка деп. Содан кейін Жандос екеуміз мә деп шошып кеттік бірденші. Шантаж болады ма? Жоқ, ондай болмайды. Ол енді ата-ананың қалай түсіндіргенінен. Созыламыз, сізде былай қарайсыз, наоборот. Вот, осылай тартылу керек. Сол кезде мына жердегі белге көмектеседі. Эфирде Ақмама, мұнда 4 түрлі аналар сынға түсуде. Олар орынды сынды қалт жібермейміз, орынсызын елемейміз деп батылдық танытып отыр. Терісін таңбалап тастаған Сабинур, 4 баламның болашағына байлық жинаймын деген саудагер ана Айша, балаларымның еңбегіне ақы төлеймін деген Гүлшарат пен цирк аренасында түрлі трюк жасап, әлемді таң қалдырып жүрген Камила. Енді шея үміткерлеріміздің өмірлік қағидасы мен тәрбиедегі тәжірибесін білейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Сәндер. Сәлем. Жүріңіздер, кіріңіздер, қош келдіңіздер. Рахмет. Сәлем салды бізге, я, честно сказать, мне в жизни не часто сәлем салған. Наверное, это был бірінші рет. Очень даже приятные традиции, конечно, но это было неожиданно. Енді ол кісі актриса ғой. Мүмкін енді алыстан қонақ келген кезінде сөйтіп бағдарламаға да, может быть, ойнағанда шығар. Мен өте таңғалдым. Себебі кеше басқа көйлектерді киген. Я подготовилась тоже, оделась модно и была удивлена. Оказалось, мои сеточные колготки были не в тему, потому что үйдің ішінде ол қазақтың камзолды киіп бізді сәлем айтты. Рахмет, сіз өте әдемісіңіз, үйіңіз әдемі. Рахмет. Сіздің камзолыңыз да керемет. Айтыңызшы, неге сіз кеше және жұмысқа мынау киім кимейсіз? Негізі камзолды көбіне үйде киеміз, яғни мен ата-енеммен тұрам. Сондықтан біздің үйде көп келім-кетім адам көп, яғни қонақтарымыз көп болады. Сосын өзім атыс жақта көп тұрғанмын. Сосын біз сәлем саламыз. Егер де сіз кәдімгі шалбармен жүрсеңіз сәлем салған ыңғайсыз көрінеді. Мен үнемі қонақтарды осылай қарсы аламын. Ата-енемен тұрған қалай екен? Негізі маған ата-енемен тұрған ұнайды. Біз 10 жылдан асты бірге тұрып жатқанымызға. Жақсы. Көбіне енді бала-шағаға көп алаңдамайсың. Жұмысқа бара жатсаң, үйде жаңағы күтуші болса уайымдайсың ғой, басқа адам бәрібір уайымдайсың, қалай қарайды, баланың бабын жасай алады ма, тамақ тоқ па деген сияқты, ондай уайым болмайды. Негізі мамандығыңыз биші ғой, иә? Менің бірнеше мамандығым. Биші, заңгер, 2 орта мамандық, 2 жоғарғы мамандық. Жоғарғы мамандығым, орта мамандығым да заңгер, жоғарғы мамандығым да заңгер. Мектеп бітіргенде биші, училищені бірге бітіргем. Сондықтан ол жерде хореограф мамандығы, ол жерде міндетті түрде ол менің фундаментім деп айтам. Одан кейін соңғы мамандығым продюсер кино и ТВ. Сіз кімсіз Мырза түсірілді, М-агент, Әке серті. Одан кейін ең бір жаңа халыққа жақсы қабылдаған Қара шаңырақ фильмі, ол жерде Айнұрда ойнадым. Одан кейін Тергеушілер, ол жерде үлкен жаңағы сериал болғанымен, ол жерде жақсы ғана майор Камшат деген майор қыздың рөлін ойнадым. Соңғы фильмдерден осы Іңкәр жүрек 2-3 сезон түсірдік. Актриса ретінде 1-2 кинолардан өзім көргенмін. Жақсы актриса деп ойлаймын. Мен ол кісінің киносын көрмедім. Көріп мүмкін, білмеймін, енді бәрі телевизорда басқа ғой. Бәрі жақсы жағын көрсет. Негізі менің мамандығым актрисалық емес.
Мен негізі Өзбекстаннан келген қазақпын, яғни сол жақтан көшіп келген. Біз осы Қазақстанға келген кездер 2000 жылдардың басында келгенде өте қатты қиналғанбыз. Көп кісілер ойлайды ғой, Қазақстан үй береді, жер береді деп, оған жетем дегенше де көп жаңағы қиындықтар болды. Көшеде қонған кездеріміз болды. Үй қызметшісі болып, солай тойларда қызмет етіп, барда жұмыс істедім. Істемеген нәрсем жоқ. Енді жаңағы гүлде саттым, кафеде де жұмыс істедік, официант болып та, барда да, жаңағы посуда жуып та деген сияқты көбіне сондай әртүрлі немен салада жұмыс істедім. Гүлшараттың бойында батылдық қасиеті бар, көріп тұр, стремительная, боевая, кажется. Енді менің ойымша мінезі бардау сияқты. Вообще, как вот так успевает человек много, мне это непонятно. Где-нибудь, наверное, есть что-то, чего мы не знаем. Просто простому человеку непонятно, как можно столько успевать. Мінезі андай болып тұр ғой, такая мужественная женщина. И он, может быть, күйеуінің артынан үлгерем деп ойлайтын шығар. Мүмкін күйеу бір шарттар қоятын шығар. Аналарымыздың сұрақтарына жауап бересіз бе? Күйеуіңіз шарт қояды ма? Жоқ, просто как можно көп нәрсені былай үлгеру. Енді бірге қанша күн съемкада жүрдік қой, телефонмен постоянно демалмай бірден келер шешіп жүрді. Мен шынымен ойлаймын, как можно так, мен олай жұмыс жасай алмаушы едім. Бізде бәрімізде 24 сағат болса, Гүлшаратта бәлкім сағаты бар шығар өзінің, жеке, басқаша. Адамның сұрайтыны сол, қалай үлгересіз, не деп. Менше, бір нәрсе істемесем, энергиям қайда жіберерін білмей кетем, соны жұмыс болып жатса, мен соған қуанам қайта. Ал декретте? Декретте мен отыра алмадым сіз сияқты. Мәселен, Сабинур айтып жатыр ғой, мен карьерамнан бас тарттым, өйткені 100%. Жоқ, менің қолымнан келмейді екен. Осы соң үшінші баламды босанған кезде отырам деп ойлап едім. 2 аптадан кейін үйден шыққым келіп, бір қамалып қалған сияқты. Мынау болады ғой, іште энергия шығып, бір нәрсеме айналысу керек. Мен бүйтіп бір жерде тұрмауым керек. Менің өмірім сондай екен негізі. Үйде отыра алатын максималды срок 2 апта дейсіз ғой? Иә, 2 апта екен. Үйде отыру декреттен ол демалыс емес қой тағы енді. Ол басқа жұмыс. Балаларымыз да сонымен өскен енді. Балаға жүреді. Декрет ол шын айтқан кезде үлкен жұмыс деп ойлаймын. Жұмыстан қиын. Шын айтқан кезде көп әйелдер декретте отырған кезінде енді отыр деп айтады. Отырмай, жүру, декретте жүру. Жаңа кәсіптер ашып жатады, үнемі, бір шабыт пайда болады ма? Жұмысқа демалу үшін қашамыз деймін. Өте дұрыс. Мен декретте жұмыс істеп тұрмын. Жұмысқа қашан демалыс Жұмысқа шығу ол біз үшін демалыс. Көп біздің көрермен қыздарымыз, әсіресе кино саласына еліктейтін, актриса болғысы келетін, сізден кеңес сұрайды. Қалай алданып қалмауға болады деп? Алдау бар ма осы кино әлемінде? Пайдалану айталық. Мен сіздің нені айтып тұрғаныңызды түсініп тұрмын, бұл енді сценарий оқисың, сол жайында байланысты ғой еді. Әртүрлі жағдай болады енді. Бұл жерде режиссерға да, продюсерға да көп нәрсе байланысты. Алданып қалуда болып жатады. Сіз алданғансыз? Жоқ, алдандым деп айта алмаймын. Мен бәрін біліп. Енді тоқ етерін сұрайын. Десек те, қоғамда шу болып жатқан сіздің алғашқы ма, мен білмеймін, енді біз білетін кинокартинаңыз сол келін. Сіз мұны тәжірибе деп қабылдайсыз ба, әлде балаларыңыздың осы кинокартинаны көрмегенін қалайсыз ба? Олар енді ертеме кешпе бәрібір көреді, өйткені қазір интернет дамыған заман ғой, оны жасырып жүре алмайсың ғой. Былай қарағанда, бұл жерде бірінші түсірген кезде басқа режиссер болатын, ол жерде ешқандай ашық сахналар ештеңе түсірілмеген. Екінші түсірілген кезде режиссер басқа болды. Сол кезде енді қанша қаражатқа түсіріліп жатқан фильм, менің бір ғана сенгіштігім, үлкен бір қазақ фильм деген сияқты мемлекеттік орын, мемлекеттік бір жаңағы фильмдерді шығаратын орын ғой енді біздің жаңағы неміз. Сондай қазақ фильм, маңдайға біткен біздің қазақ фильм жаман фильм түсірмейді деген ой болды менде. Соған ғана сендім. Және түбінде жаман деп ойлайсыз? Түбінде жаман деп ойламаймын. Мүмкін енді бәрібір халық не істемеді. Қазір мені шақырса мен бармас едім, шын айтсам. Өйткені өзімнен өткен қиындықты өзім білем ғой. Қазір мен келіспесем. Ол ұят нәрсе ме? Енді ол жерде қазір ойласам енді қаншалықты
ессіз болдым ба, немесе қатты өнерге деген жанкештігім болды ма деп ойлаймын бір кездері. Енді жастық кезде кішкене сондай бір болады ғой енді адамда қателік болды ма депші. Енді кино, өнер көргендер бар ма? Иә. Ұят деп сіздер санайсыздар ма? Ұят деп ештеңені санамаймын. Ол жерде Өйткені халықтың өрескел 90% дөрекі ештеңе ұят деп жоқ. Тек қабылдады, қана біздің менде соны. жаңағы халық оны басқаша қабылдады, неге шешінеді деген сияқты. Иә. Негізінде шығармашылық туынды. Ол кезде тұрмысқа шықпағансыз. Иә. Ал күйеуіңіз ше, біледі ғой, көрді, Біледі, көрді, солай қабылдады. ғашық болды, тамсанды. Ғашық болды. Махаббат жеңді деп ойлаймын. Махаббат жеңді. Иә, балалы болу демекші. Аналармен кездескен кезіңізде бірнеше мәрте сізге эпидуралканың да салынғанын айтқан Иә. екенсіз. Өйткені қызымды босанған кезде сол наркоз салды, белден салып, соңынан әлі күнге дейін осы бел омыртқадан әлі күнге дейін не істеп келе жатырмын, қиналып келе жатырмын. Билеп жүрсеңіз де. Билеп жүрсем де, бұл енді бір жағынан кәсіби нелердің бірі болып есептеледі, аурулардың, кәсіби бишілердің. Және екінші жағынан бұл эпидуралка бір жағынан кедергі келтірді қосымша. Мен сізді өте жақсы түсініп тұрмын, өйткені дәл осы проблема менде де бар. Біздің аналарымыз сіздің үйіңізге барған кезде осы мәселе төңірегінде әңгімелескен болатын, және сіз лайфхак ретінде бізді көріп отырған аналарға әдемі жаттығулар да көрсеткен екенсіз. Біз қазір мұқият қарайық. Мүмкіндік болса қайталап Міне жасаңыздар. қыздар, менің студияма қош келдіңіздер. Өздеріңіз байқаған боларсыздар, бір жағы тігін шеберханасы, бір жағы осындай фитнес зал. Ендеше сіздерге бүгін бір кішкене ғана жаңағы омыртқаға арналған не көрсеткім келіп тұр, жаттығу. Өйткені мен қызымды босанғаннан кейін, кесар тілігімен босағанда, менің беліме эпидуралка салған болатын. Яғни соны салғаннан кейін менің белім ауыра бастады. Сол үнемі мен қазір омыртқамды жаттықтырып тұрамын. Былай тұрып, дәл осымен сонда біздің омыртқамыздың жоғарғы жағына жақсы пайда береді. 1, 2. Яғни біздің тіземіз, бөксеміз мына жарға тиіп тұру керек. Дәл соны біз артқа қарай екінші жағын жасағанда. Және паузамен де жасауға болады. Асықпай, Лопатка тию керек па? лопатка тисе, сол кезде өздеріңізге жақсы. Менде ол күнде істеліп жүрген нәрседе маған ол андай прям әсер етпейді. Осындай бір жаңағы не бар бізде жаттығу. Ол қолымызды былай созамыз, артқа белге жатамыз. Одан кейін қолымызды крестикпен өткіземіз. Одан кейін асықпай мына жаққа қарай жібереміз. Қолымызды шынтақты қойыңыз, екеуін де қойыңыз. Ары қарай қарайсыз, аяғыңызға қарайсыз. Артқа, жоқ, былай. Ар жағынан қарайсыз. Көрдім. Дәл осылай созыламыз. Сіз де былай қарайсыз, наоборот. Осылай тартылу керек. Сол кезде мына жердегі белге көмектеседі. Осылай екі жаққа қарай тартылып, үнемі жаттығу жасап тұрғанда, біздің неміз, омыртқамыз дисктерден тұрады ғой. Дисктер бір-біріне жабысып қалғанда, кішкене біз ауыр сезіне бастаймыз өзімізді. Ал бұл жаттығулар кішкене мына омыртқадағы дисктерді ашуға көмектеседі. 1, 2, 3, 4. Поднимаемся постепенно. И 1, 2, 3, 4. Поднимаемся постепенно. 1, 2, 3, 4. Поднимаемся постепенно. И 1, 2, 3, 4. Поднимаемся постепенно. Ну, примерно әдемі шыққан сияқты. Өте керемет шықты деп ойлаймын. Сабинур қалай әсер етті ма? Әсер етті, иә, бірақ менің эпидуралка, после эпидуралки менің белім ауырмады. Мен білмеймін неге бәрі сондай айтады. Я надеюсь, я с этим не столкнусь. Сол үшін рахмет. Здорово, дай бог, чтобы не сталкивались. Бірақ бұл жаттығулардың маңызы зор деп ойлаймын. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, пайдаланыңыздар, жасаңыздар. Гүлшара Жұбаеваның күйеуі балаларын қамшымен тәрбиелеймін деп аналарды таң қалдырды. Жарнамадан соң осы тақырыпты жалғастырамыз. Қызым тігін цехта көмектеседі, нелерді. Сағатына 50 теңгеден төлегенмін. Ол 5 сағат болса 250 теңге алады. 6 сағат жұмыс істесе 300 теңге алады күніне. Посуда жинауға көмектесемін. Қанша аласың? Карманный расчетқаға, мысалы, посуда жинауға 5 теңге. Осымен
жаңағы арпалысып келе жатырмыз ғой кішкентай кезінен Бұл бастап. проблема. Бұл проблемамен. мына қазір соткада ойнап жатқан ойынға ішіне ақша саласыңдар, иә? Кейде өзім сатам. Покупаю и за повышенную цену их продаваю. Ұрасыз ба оларда? Ұрған кездерім болды. Ремень. Ремень емес, бізде қазақта қамшымен ұрған, мен қамшымен сәл бір-екі рет салып қойған. Бұл харам дүние деп айтылады негізінде. Діни тұрғыдан айтқанда бұл харам. Ақмамаға қатысушы әр ана дара. Олар бала тәрбиесінде ата мен әженің тәжірибесіне сенетін актриса Гүлшарат Жұбаева, көп балалы ана отбасының бар шығынын өз мойнына алған Айша Қадылбекова, сәбиін әлден суыққа төзімді етіп тәрбиелеуге талпынған музыкант мама Сабинур Дым және баласын циркте өсірген акробат мама Камила Күркембаева. Аналар бүгін Гүлшараттың үйінде. Бізде енді негізі біздің семьяда отбасында 7 бала болатынбыз. 4 ұл, 3 қыз. 4 ұлымыз өкінішке қарай қайтыс болған. Одан кейін мен үлкені болып қалдым. Мен ағам қайтыс болғаннан кейін ағам да үлкен бір трагедиямен қайтыс болды. Яғни өз-өзін асып қойды суицидпен. Содан кейін үлкен есебінде өзімді өте жас кезімде үлкен адамдарша сезіне бастадым да, өткен бүкіл жауапкершілік. 4 ұлы қайтыс болған ананың жағдайын енді ешкімнің басына бермесін, бірақ ол кісі өте қатты қиналған. Өзім анам қазір ойласам да қиналып кетем. Өткені не істейтін? Түнімен ауырып шығады, жүрегі ауырады, одан кейін молаға кезіп кетеді. Сөйтетін кездер болды. Балдарым қайтты, ұлдарым қайтты, көрінген адамға жылайды. Сондай кездер тіпті қиналып кететінбіз, 3 қыз. Біз тірі қалғанымызға қиналып кететінбіз, өйткені оны көру күнделікті қиын. Сондықтан өзімді жинап, анама көмектесейін деген сияқты ерте араласа бастадым еңбекке. Мен адамдардың историясын жүрегіме қабылдаймын. Өте қысқа, очень близко воспринимаю к сердцу, поэтому понимаю ее. Спустилась с небес на землю, я поняла, что не все так, как кажется у людей. За дверями дома у каждого человека, как бы ни казалось все хорошо, есть своя история. То, что человек прожил, перетерпел, и это бывают ужасные истории. Төрт ағайын бірден жоғалтқаннан кейін қыздар көрініп тұр, махаббат жетіспей қалған, әке-шешесі как будто қыздарын кінәлаған сияқты, ол бәрінандай өзі мойнына көтеріп алған сияқты да. 4-еуінің уақыт аралығы бір 2-3 жыл көлемінде болды. 87 жылғы менен кейінгі інім көп ұйықтай берген, енді бірақ ол кезде мен кішкентайлау болатынмын. 2-3 жыл емес, одан кішкентайлау болатынмын. Ол кезде анам ойлапты, ауырып жүр деп поликлиникаға барып, сол жерден дұрыс дәрі салмай, шок алып, аллергия ұстап, шок алып, сол жерде бірден кетіп қалған. Яғни олар не саламыз, витамин саламыз деп ойлаған ғой, бірақ олар басқасы дәрі салып жіберіп, анафилактический шок дейді ғой, сонымен кішкентай бала бірден қайтыс болып кеткен. Одан кейін анамның өзі де авария болып, біраз уақыт ауырып қалды да, соның арасында кішкентай бала қараусыз қалып, үйде огурцы ашып кеткен огурцы жеген бе, сонымен отравиться етіп больницаға түсіп, менен кейінгі сіңлім 89 жылғы сіңлім. Сол сіңлім егіз негізі. Сол егізі Жамиғат деген ұлымыз, сол сіңлімнің жаңағы сыңары ғой, больницаға түсіп, сол жерден больницада қайтып келгеннен кейін ол да қайтыс болып кетті. Әлі есімде, кішкене бала болсам да, сол жаназа күні қалай өткен бәрін есімде, қалай ауырып больницадан келді, емханада қараусыз жылап, сөйтіп жатқан өткені көз алдында кәдімгідей есімде де оның бәрі. Сондықтан тез ес жинадық біз. 4 ағасының қайтыс болған, ол әлі кешірмеді, өз-өзін кінәлап жатқан сияқты, бірге жүк сияқты әлі тасып келген сияқты. Менің ойымша, ол кісіге ол ситуацияны жіберу керек сияқты. Осы неден кейін үлкен трагедия болды ғой енді семьямызда. Бірінен кейін бірін қайтыс болғаннан кейін, тіпті ағам қайтыс болғаннан кейін, тіпті біз үнсіз қалдық қой үйде. Тып-тыныш, ешкім ештеңе дей алмайды, сөйлей алмайды. Өткен ондай кез енді қиын, айтуға қиын. Қанша жыл өтті, сіздер нормальный өмір сүруға бастадыңыз? Сол кездері мен анам айтқанмын.
кез келген көшеден өткен адам болса да айта беретін 4 ұлым қайтыс болды, 4 ұлым қайтыс болды, мола кезіп кетеді түнде. Әкеммен екеуі ұрысып қалады, өйткені әкем кінәлайды анамды, жаңа больницаға алып барып, қолдан өлтіріп алдың деп, қарамадың деп, бір-бірін кінәлайды. Сөйтіп кішкене жаңа түсініспеушілік болатын. Сөйтеді, сосын бір күні қатты қиналып кеттім де, айттым анама, осылай, неге біз де бармыз ғой, 3 қыз да бармыз ғой, неге бізге қарамайсыңдар деп. Әкем де жайлап жаңағы қиындықты көтере алмағаннан ол да іше бастады кішкене. Өйткені ол мұғалім, негізі интеллигент, соны көтере алмай кетті де, тіпті қиналып кеткенде сөйтіп жинала бастадық. Сөйтіп айттым анама, болды, біз үшін сен өзің басын көтеру керексің. Мен сол кезде 5-ші сыныппын, қазір Алинаның жасында. Сөйтіп жарайды деп кішкене есін жинай бастады, екеуі де бір-бірімен сөйлесіп, ары қарай өте жақсы не істей бастады. Историясы мені өте әсер етті, потому что хоть рассказывала она искренне, но как будто очень адекватно смотрит на все эти трудности, которые с ней произошли. Значит, они проработаны, значит, психологическая травма уже жоқ. Гүлшарат, сіз осы өзіңіздің, анаңыздың отбасындағы өмірлік тарихтан өзіңіз үшін не түйіп алдыңыз? Әсіресе өзіңіздің балаларыңызбен қарым-қатынаста. Өйткені 5 жастағы Гүлшаратқа ата-ана керек болды. Қандай қайғы-қасірет болса да, ағаларын жоғалтып алса да. Енді өкінішке қарай пандемияда анам қайтыс болып кетті коронавирустан. Сол кезде осынша қиыншылық көріп, енді жеттім дегенде бәрімізге де қиын болды сол кезде. Бірақ осы анам қайтқаннан кейін біз тез ес жинадық. Өйткені көп адам тілдеді, енді әлеуметтік желіде көріп отыр ғой, тез жұмысқа араласып кетті. Сол кезде айта бастады, неге анаңды не істемейсің, жоқтамайсың деген сияқты. Бұның бәрінен өтіп көрдім мен. Жаңа айтып жатырмын ғой, 4 ұлың қайтыс болғанда ана деген есі танып, жаңағы жарты есінен айырылып, тірі қалған балаларына уақыт бөлмей кететінін көрдім. Сондықтан өзімнің балаларым үшін табиғаттың заңы деп қабылдап, балаларым үшін, күйеуім үшін, ата-енем үшін тез ес жинайын, коллективім үшін артында жұмыс беріп отқан, солар үшін мен тез ес жинадым. Мына бір мәселені қозғамай өтуге болмайды деп ойлаймын. Қазір енді бұл әсіресе мектеп бітірушілер үшін өте бір күйзеліске толы кезең. Сіз өз сөзіңізде ағам суицид жасады деп айтқан болатынсыз, сондықтан бұл тақырып сізге өте жақын. Статистикалық мәліметтерге сүйенетін болса, қазір Қазақстан әлем бойынша суицидтен алдыңғы қатарға шыққан ел. Және суицид жасайтындардың басым бөлігі, қараңыздаршы, мынау дерекке 10 және 19 жас аралығындағы жеткіншектер екен. Осы тұста ата-ана, қазір бізді көріп отырған, неге мән беруі керек? Ертең баласы, Құдай сақтасын, асылып, немесе өз-өзіне қол жұмсамасы үшін. Әр адам суицид тақырыбында бұл себептері, бірінші себеп генетикаға байланысты болады. Негізі генетика көп жерде көрініс береді. Тұқым қуалаушылықта бар адамдар болады, яғни ауыр нәрсені көтере алмайтын, яғни өзіне суицид амал тәсілді қолданатын. Екінші, шоковое состояние на адаптация дейді. Яғни адаптация деген сыртқы ортадан келген бір
күйзеліске ауыр қабылдау. Адам өзіне ауыр қабылдап қойған кезде ол состояниеден шыға алмай өз-өзіне қол жұмсайды. Үшінші зависимость. Кез келген зависимостьтің түбі суицидке алып келеді. Кез келген. Ол алкоголизм болсын, ол наркомания болсын, ол игромания болсын, токсикомания. Кез келгеннің түбі осыған алып келуі мүмкін. Ең басы грантқа түсе алмадым деп, мен бір айтып өмірден өтуге болмайды. Это адаптация. Тағы да бір нәрсені айтып қояйық. Шоковое состояние на адаптация. Ата-ананың үмітін ақтай алмадым. Психотравмаға болған дүние. Дина ханым, бір нәрсе айтып кетсем болады ма? Мен подростковтармен жұмыс істеймін да көбінесе. Осы сіз енді жайлы айтып жатсыз ғой. Көп подростковтар депрессияға ұшыраған кезде олар өз-өзіне суицид жасағысы келеді. Ойлары болады, бірақ та кейбіреулер жасамайды, кейбіреулер все-таки жасайды. Неге? Ең басты себебі, психолог кабинетінде айтатын себебі подростковтардың өз-өзін қабылдамау. Ал былай исследовать етсек, ата-анасымен отношениясы, ата-анасы постоянно агрессивный, агрессия жібереді балаға. Сол кезде бала өз-өзіне де агрессия жібереді. И сол кезде ғана суицид жасайды балаша. Түсінесіз ба? Соның мағынасы сол. Үйдегі, отбасындағы біздің қарым-қатынасымыз, даусырғағымыздың өзі болашаққа қалай әсер етуі мүмкін. Осы тұста Гүлшарат, сіздің енді балаларыңызбен жақынырақ танысақ, сіздің аналық қырыңызды байқасақ. Экранға назар аударайық. Гүлшарат, негізі сіз өзіңіз қандай мамасыз? Мен негізі қатал жерінде қатал болам, жұмсақ жерінде жұмсақ. Қолым ашық балаларыма. Балаңызға уақыт бөле аласыз ба? Кей кездері уақыт бөле алмай жатамыз. Өзім де байқадым, ылғи соткада барлығына жауап беріп жаңағыдай. Көп уақытты только сол ақша табумен, немен байланыс сияқты, өзі ғана жұмыс жасайтын сияқты да. Даже балаларына да соның кесірінен балаларына да көңіл бөлінбей қалған сияқты болып көрінді маған. Бизнес ол жақсы, бірақ балаларға уақыт керек, балаларға анасы керек. Тәрбиемен кім айналысады деген? Тәрбиемен ата-енем айналысады. Өйткені ол кісілер апарады, мектепке апарып көмектеседі. Мен өткен жылдан бастап балаларымды 3 ай демалыс кезінде жұмысқа қоса бастадым. Оларға ақша берем, жұмыс істегеніне өйткені ақшаның қалай келетінін қазірден бастап білу керек деп ойлаймын. Қызым тігін цехта көмектеседі, нелерді. Сағатына 50 теңгеден төлегенмін. Ол 5 сағат болса 250 теңге алады, 6 сағат жұмыс істесе 300 теңге алады күніне. Сөйтіп келісіп алғанбыз. Мен өзімнің сіңлімді жалдадым. Мен балама қарайды, сол үшін мен жақсы деп көремін. Сосын ұлыма өткен жылы Corel программасын меңгерді, яғни ол ою сызу бағдарламасын меңгерді. Оған да дәл солай төлей бастадым. Енді осы жылы біз жиһаз цехын ашып жатырмыз. Ұлымды сол жаққа жіберемін деп қазірден бастап ойлап отырмын. Өйткені бала кішкентай бастан бастап үйренгені дұрыс. Ақша беріп, олай қайта-қайта баланы не істеген болмайды деп ойлаймын. Кейін сол дайынға үйреніп алып, кейін қиналмай өмір сүруге үйреніп алады да, өзі кейін жұмыс жасамайтын сияқты көрінді енді маған. Дұрыс емес шығар деп ойлаймын өзім. Менің ойымша ол дұрыс сияқты. Егер былай бет алысыз бере берсе, онда ол кезде бала аспаннан жерден жұлдыз сұраса да, сен оны бере алмай, осы кезде шантаж басталады да. Ал сіздің қызыңыз бен ұлыңыз үйде енді бір тірліктер болады ғой, кішкентай. Соларды жұмсаған кезде ақша беріңіз, зато істемеймін деп айтпайды ма? Жоқ, өйтіп айтпайды. Үйдің тірлігіне олар көп ақша сұрамайды. Кейде болмаса, бірақ сұрамайды. Бірақ мен жұмысты жұмыс деп айтамын. Мне кажется, она строгая. Қызына мүмкін қазір ол кісі енді марқұм мамасының қателігін жасап атқан болып тұрғанда шығар деп өзім ойлаймын енді. Бір күні мынандай сөз болды. Менің қызым 2,5 шамада жасты. Мен орыспын дегенді шығарды. Я русская, я не казашка деп. Содан кейін Жандос екеуміз деп шошып кеттік бірденші. Маған қызық болды, үйде барлығы қазақша сөйлейді. Қалай балақы не қақтан сонда тәрбие алып отыр дегенше. Әке-шешесінен, ата-әжесінен тәрбие алған бала қазақша сөйлеу керек қой. Ол интернеттен тәрбие алып отыр деп ойлаймын. Енді істейміз, сонымен күнделікті сен қазақсың, сен мынандайсың, ұруың арғын, кәдімгі айтатын болдық қой, сөйтіп үйрете бастадық. Әлі де осымен алысып келе жатырмыз, тіл мәселесімен, әлі де. Екі мәселе айтылды. Тіл және ақша. Ал мамандар? Мен келсем. Қайсы жағына? Ақша беру. Ақша беру. Ол қазірден баланы еңбекке терін төге отырып еңбектенуге үйретіп отыр. Мен де соны істеймін.
Айша, ал менің түсінгенім сіз өз кәсібіңізге, балаларды араластырмайтын едім деп айтып тұрсыз ба? Жоқ, Мәселен, менің магазинге барып, жұмыс істе сат деп ұлыңызға бұйырмаймын дейсіз ғой, Жоқ, о жағынан дұрыс енді істеп жатқан жаңа басқа тірлікке. Мен сұраған үй ішіндегі тірлікті ақша бермесең істемеймін дегенге солай айтып отырмын. Сондай шантаж болады ма? Жоқ, ондай болмайды. Ол енді ата-ананың қалай түсіндіргенінен, мына үй сенің үйің. Бұл біздің ортақ үйіміз. Жұмыс ол жұмыс. Үйде тұрып, үйге келген кезде бұл әкелерге де, аналарға да қатысты тұрып, жұмыстың жағдайын, жұмыстың ойын, жұмыстың рөлін бастық болып кере жоқ. Бұл жерде ана, бұл жерде әке. Ал сол жерге қосып кере жоқ. Ал жалпы балаға тұрып жаңағындай баулып, бір тұрып осындай келеді, келісім ретінде ол жақсы. Жарнамадан соң түрлі саланы қолға алған Гүлшаратқа аналардың қойған бағасын білетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Ақ мама бағдарламасы. Бүгін аналар жұлдызды мама Гүлшарат Жұбаеваның балалары мен бизнесін бақылады, бағалады. Бір басында бірнеше ісі бар ананың балаларына бас көз болуға мұршасы жоқ, отбасынан бұрын карьераға көңіл бөледі деп сынады. Кейіпкеріміздің ұл қызымен сұхбаттасқан болатын. Экранға назар аударайық. Немен айналысасың, Алина? Мен бимен және карате айналыстым. Айналыстың, карате қыз балаға қиын емес па? Қиын емес па? Ұнайды ма өзіне? Сен ше, Жантемір, медальдарды қандай неден алдың? Айналысам бокспен, айналыстым карате, скалолазание, таэквондо. Сендерге қазақша сөйлеу өте қиын болып тұр, қазір? Үйде де орысша сөйлесесіңдер ма? Мама, папалар бәрі бірге орысша сөйлесесіңдер? Менімен сөйле беріңіздер. Қазақша сөйлегенде де түсініп жатырды, бірақ ойын толықтай жеткізе алмады. Прямо орыс бала сияқты болып. Мен жаңа кіріп келгенде сен телефонға кіріп тұрдың. Көп ойнайсың ғой телефонмен, Не ойын, қандай ойын ойнайсың? Стандофф. Айта қойшы, телефонды қараған көп зиян емес па, саған қалай? Көзің қалай қарайды қазір соған? Көзім жақсы қарайды. Баланың тәрбиесіне мүлдем жоқ екен көрініп тұрды. Такие медали блестящие, покажите. Какая твоя любимая? Қайсысын қандай неден алдың? Бірінші орын. Көрейінші? Бұны қандай неден алдың? Бұны қандай? Бокстан. Сен ылғи да бірінші орын аласың ба? Молодец. Барып жүрген кружоктар мүмкін ұнамайтын шығар, жай андай уақыт өткізіп, саморазвитие болу үшін. Мен өзім сол салада болған кезде мынаны қараңыздар деп мақтанып шығады ғой. Сүйіншіл, менде мынандай медаль бар, қараңыздар дегенде. Кейде бір дұрыс бірдеңе жасамай қалғанда үйде мама папа ұрса ма сіздерге? Бірақ ұрмайды. Қатты ұрсады ма? Қатты. Сендерде кім қатал? Аналарыңыз ба, немесе әкелеріңіз ба? Анам. Анаңыз ба? Әке, қыз балаға әке болып тұр, Мама сюсюкает младшенького, может быть, так заведено. А к старшим строго, очень видно, заметно. Сіздер жұмыс істейсіз, мамаға, папаға. Қай көмек істейсіз, мысалы, Алина? Мен посуда жинауға көмектесемін. Қанша аласың? Карманный расчетқаға, мысалы, посуда жинауға 5 теңге. 5 теңге. Көп емес ба? Жуғанға, Ол көп емес деп ойлайсың ба? Жоқ. Маған да 5 теңге. Қандай жұмыс жасаған? Плюсоспен. Каждый жұмыс жасаған үшін ақша алатын сияқты балалар деп ойладым. Қазір соткада ойнап жатқан ойынға ішіне ақша саласыңдар, Кейде өзім сатам. Сатам? Балаларға. Соны ақша алам. Өзіңде автоматтар сондайлар болса, онлайн сатасың, Покупаю, потом нахожу оружие с наклейками. Наклейки дорого стоят. Их покупаю. И за повышенную цену их продаваю. Перекупщик. Ты перекупщик, да? То есть, как это все происходит? Как ты деньги туда закидываешь на телефон? Каспиден. Ақша салып ойнаймын дегені вообще ерсі көрінді маған баланың. Қазірден кішкентай кезден телефонға ақша салып ойнау деген олай дұрыс емес деп ойлаймын мүлдем.
даже үйіндегі көп адам ақшамен ойнайтын білмейді екен баланы. Есть ситуации, где это действительно страшно. Ребенок весь отдан телефону, и он просто тратит время. Мне кажется, он не просто тратит время, он что-то замутит. Гүлшарат, балаңыздың сол әлгі қару-жарақты сатып алып жүргенін білдіңіз бе? Білем. Айтады, Біз бөлсе. бірнеше рет осы телефоннан не істегімізге келді. Тіпті психологқа бардық, Жандос екеуміз. Осымен жаңағы арпалысып келе жатырмыз ғой кішкентай кезінен бастап. Бұл проблема? Бұл проблемамен. Бірақ мен қазір оған қатты шектеу қоймайтын болдым. Өткен шектеген сайын тіпті қызығушылық артып бара жатыр. Агрессиясы. Агрессиясы емес оған. Қазір ол сағат 5-ке дейін неде сабақта, таңертеңнен кешкі сағат 5-ке дейін сабақта, 5-тен кейін кешке үйірмесі бар. Үйірмеден қалған уақытқа 1-2 сағатқа ойнайды. Ол ақшаға ойнайтын да білем, өзім де кейде салып берем, бірақ контрольмен. Бала көбінесе компьютерда отырса, бір ойында отырса, значит, мына мир оған не очень интересно, қызық емес. И бір лайфхак бар ата-аналарға, мен всегда өзім клиенттеріме айтамын, поинтересуйтесь, кәдімгідей, ол жерде не бар, именно несі ұнайды ол саған деп интерес проявлять етсеңіз, бала сізге айта бастайды. Айта бастайды, у него вдохновение. И сөйтіп өзіңіз осы на реальный мирға Өзім қазір зерттеп жатырмын осыны. Тартып алыңыз осы реальный мирға. И начните общаться, потому что оған не хватает что-то в реальном мире. Из-за этого он туда уходит. Значит, здесь неинтересно ему. Мен оның қазір осы қызығушылығын мойындадым, және киберспортқа деген қазір несінде мен қазір зерттеп жүрмін. Мүмкін сол болашағын киберспортпен байланыстырайын. Бір жағынан өзінің қызығушылығын бойынша жұмыс істесін. Екінші жағынан өзінің жаңағы жаңғалауы да сол болып тұрған болар деген есебінде бір жағынан тіпті шектеп тастағым да келмейді. Гүлшарат ханым бұл жерде жалпы баланың күшті жағын көріп тұр. Мен оны қайта жаңағы оның жетіспей қалған кемшілігі емес, мен оны жетістігі деп білем. Оның ойнағанның өзі үлкен бір еңбек деп білем. Басқару ретінде бір бағыттап жатыр. Бірақ мен бір байқағаным, енді осы жерде балалар өте ыңғайлы болуға тырысып отыр. Енді ыңғайлы болғысы кеп, өйткені бір мынандай болу керек, мынаны жасасам осылай болады деген, мына жағына қарай сәл өтіп кетпеске. Анасы ретінде, бір тілеуші ретінде, бір жақсы өзіңіздің өміріңіздің бір тәжірибеңізді өту ретінде мықты болыңдар. Хватит, осындай болыңдар, бастарыңды көтеріңдер деген бір ынталандыру бар да. Сол нәрсені бала өзінің ролында бір бала ретінде емес, жаңағындай бір энергетика ретінде біз мықты болуымыз керек деген бір ыңғайлы болғысы кеп тұр да. Бірінші медаль туралы айтылған кезде балада ешқандай эмоция болған жоқ. Ол жаққа қарай назар аударылған да жоқ. Ол спортсмен болмайды, білемін. Маңызды емес оның кім болатын. Маңызды емес оның кім болатын бір Алла біледі. Біз білмейміз, ертең не болатын. Бірақ біздің көргенімізді айтып жатқаным. Когда ойынға қатысты дүние болған кезде оның табыс табатынын ерекше интонациямен айтты да. Демек ол жаққа кіріп кеткен. Негізінде мен өткен бір неде де айтқам, сублимация деген сөз бар. Оны әр ата-ана, әр адам түсіну керек. Сублимация деген біздің ішіміздегі энергия, жаңа энергиясы тасып бара жатыр деп өзіңізде де бар ғой ондай қасиет. Демек балаңыздан сол берілген. Қазір оған адамдармен сөйлесу қызық емес ана жерде, көрдіңіз ба? Тартып әрең аузынан алып жатыр. Өйткені оған басқа орта қызық болып тұр да. Ал сублимация деген іштегі энергияны пайдалы нәрсеге жұмсасаң, сенің анаған интересің жоғалады. Ал енді жаңағы мен ойлаймын, ақша тігіп ойланған бұл харам дүние деп айтылады негізінде. Діни тұрғыдан айтқанда бұл харам. Сіз енді оны көріп тұрып, өзіңіз ақша тігіп беріп жатқаныңыз, мен оны оң көзбен қаралмаймын мен. Біз оны шектеген сайын ары қарай тіпті ойнайды. Шектемеңіз. Шектемегенде сіз оны түсіндіруіңіз керек. Сіздің мақсатыңыз, сіз ұстазсыз. Бір ата-ананың тәрбиесін 1000 ұстаз бере алмайды дейді. Демек сіз керемет балаңызды өне бойыңыздан 62 тамырыңызбен идірген анасыз. Сіз соны түсіне алмасаңыз, онда оны ешкім түсінбейді. Балаларымыз шамалас. Сіздікі 12 жас, 11-12 жас, менікі де сондай. Қанша қызығушылығын арттыру үшін неше түрлі нәрсеге беріп көресің, барлық жерде барады, үйге қайтып келгеннен кейін қайтадан жаңағыға жабысады. Ол енді қазіргі біздің ақиқат, одан біз ешқайда қашып кете алмаймыз. Мен жаңағы ұлымның сыныбындағы ата-аналармен де араласам, бірнеше 10 шақты аналар отырып әңгімелесеміз, бәрінде осы тақырып. Барлығы. Қазіргі боль. Потому что ата-аналардың уақыты жоқ, балға көңіл бөлдіру. Жоқ, енді көңіл аударуға уақыты жоқ, отырып, бірдеңке ойнап,
Папасы екеуі бірге ойнайды кейде. То есть Жоқ, әкесі демекші, біз әкесінен де біздің аналарымыз сұраған еді осы мәселе жөнінде. Ол кісі не дейді екен, қазір тыңдайықшы. Экранға назар аударуларыңызды сұраймыз. Сонымен Гүлшараттың махаббаты жүрегін жаулап алған кісімен таныссақ. Сіздің әйеліңіз актриса, семья с кино связана. Скажите, получается совмещать жизнь, простую семейную и киношную? Ну, я думаю, в этом проблем никаких нет. Фильмы, кино – это для меня чисто хобби. У меня свой строительный бизнес, поэтому кино, снимаясь в кино, я чисто отдыхаю, расслабляюсь и отвлекаюсь от строительства. Күйеуі актерға ұқсамайтын сияқты, енді сол массовка, сондай бір роль болмаса, абылай серьезный рольда ол кісіні көріп тұрған жоқпын. Жоқ, енді алдында кастингтерге көп шақырды Гүлшаратты. Кастингтерге өзім апарып жүргеннен кейін, енді киноның процесі өзіме қызық болды. Сөйттім да мен режиссердің өздеріне айттым, мен Гүлшаратқа рұқсат берем, егер де сендер мені бір рөлге алсаңдар деп. Сонымен алды, мен охранникке алды, әйтеуір болды. Әйтеуір бүйтіп кейін бандит болып кеттік. Иә, бандит, злодей ойнады. Қазірдің кезінде 30-дан астам киноға түсіп тастадым, Құдайға шүкір. Ол мені қызғанғаннан актер болып кетті, өйткені менің қасымда жүргісі келеді. Мен түсірілім алаңында не істесем де ол мені жан-жағымнан қарап жүргісі келгендіктен, бақылауда ұстағысы келгендіктен басында солай өзінің жаңағы шартын қойған болатын. Қазіргі таңда ол маған сенеді, мен оған сенемін. Келіншегіңіз айтып отыр ғой, сізді қатты еркелетсем, ақ патшам деп айтам деп. Сіз мүлдем түріңізге қарасам, келіншегіңіз еркелетпейтін сияқтысыз. Қатал сияқтысыз. Жоқ, мен түрім қатал болғанмен, ішім, жүрегім жұмсақ, ол еркелейтін кезде еркелетіп, әрине, олсыз болмайды өмірде. Әйелің болғаннан кейін, жұбайың болғаннан кейін, міндетті түрде еркелетесің, жақсы көресің. Әйелі жаңағыдай күйеуінің рұқсатымен жүретін сияқты. Даже киноға да түсірмей, сен киноға түсетін болса, мен де киноға түсем бірге деп. Күйеу де бірге кино актер болып кеткен бірге. Өте қатал сияқты. Келбеті әдемі, нәзік көрінеді. Мен ол кісіден ойладым, андай күйеу бітіп, еліктей бітіп күшті ұстайтын сияқты болды да. Бірақ за такими хрупкими плечами она как-то весь мир на себе тащит. Сондай болып тұр да ол кісі. Менің ойымша сол күйеу жағынан еркелік, нәзікті көзіне жетпейтін сияқты. Өйткені ол кісі әлі андай босалмай тұр әлі, не может расслабиться. Үй шаруашылығыңызда сіз әйеліңізге қандай көмек көрсетесіз? Шынымды айтайын, үй шаруашылығына көмектеспеймін. Бірақ енді мынау қазір кішкентай баламыз бар, енді подгузникті ауыстырып беру болады, бірақ и то таза подгузникті берем, өзі ауыстырады, алып берем подгузникті, ол ауыстырып, жаңағы болмаса көтін жуып дегендей араласпаймын. Балалардың тәрбиесіне қалай араласасыз ба? Енді болады, енді өзім енді әрдайым жұмыста жүргеннен кейін жиналыстарға алып тұрасың баланың, балаға енді әкенің тәрбиелік керек кезінде сөйлесіп, бір демалыс күндерді велосипедпен тау жаққа айдап қайтамыз, демалыс кезде сөйлесіп, енді өзі ойымды, өзімді ақылымды айтуға көп тырысам. Гүлшараттың да күйеуінің де балаларына жақындығын байқаған жоқпын. Екеуі де іскер адамдар екен көрініп тұр. Апа әжесі мен атасының тәрбиесін алған балалар екен көрініп тұр. Сіз балаларыңызды тәрбиелегенде ұрасыз ба оларды? Енді шынымды айтайын, ұрған кездерім болды. Еркек бала болғаннан кейін әкенің сәл таяғын, енді қатты ұрмаймын, ұрып тастамаймын ғой, бірақ енді шамалы ұратын кездерім болды. Ремень? Ремень емес, бізде қазақта қамшымен ұрған, мен қамшына мен сәл бір-екі рет салып қалам, өйткені бала деген қазір әкенің тәрбиесін көрмесе, ондай ары қарай бұзылып кетеді болмаса. Бағана сіздің ұлыңызбен сөйлескен кезде маған бір жағымсыз әсер алдым да өзіме. Ұлыңыз телефонға ақша салып ойын ойнаймын деді. Қазір бүкіл бала телефон ойнайды, аптасына бір 2000 теңге сондай сұрап тұрады ойынға. Мен ойлаймын, бір аптасына бір 2000 теңге салып тұрса, ода ешнәрсе ондай қиын ешнәрсе жоқ деп ойлаймын. Ойнаса ойнасын енді. Енді ата-ананың тарапынан кінә дегенде сол сотканы көп берген кінә деп ойлаймын мен. Сотканы прям ойынға беріп, қарамайды да, алмайды да сотканы. Жоқ деп айтсам, бала деген уже жаңа мен байқап қалған кезде, даусын жап деген кезде де естіп отқан жоқ бала. Прям телефонға кіріп отыр. Ана ретінде келіншегіңізге 10 баллдық шкаламен қандай баға қоясыз?
10 балдық шкала қоятын болса, бір 9-ын қоятын шығармын енді. Өйткені неге 9 деп сұрақ қойсаңыздар, өйткені бұл кісі өмірде постоянно жұмыста, тігін, енді өздеріңіз біліп жатқан шығарсыздар, тігіні бар, анау бишілері бар, в общем, мүлдем уақыты жоқ. Сол бір 9 қойған себебі балаға сәл уақыты жетпейді. Менің ойымша күйеуіне әйелін тоқтату керек сияқты. Күнім тоқта, демал, или білмеймін, әйелін білмеймін, ер адам айтады ғой, болды, қой. Просто әйел болшы дегендей. Демалып, қазір бала шағасының қызығын көру керек сияқты. Гүлшараттың қасиеті пунктуальный емес. Бір жерге баратын болсақ та, бірде кездесеміз деймін, мен өте пунктуальный адаммын. Бір деймін ба, мен бірде сол жерде тұрамын. Ал бұл паға келем деген үшін 1,5 болады, мен деген қайынап. Енді сіз боянбайсыз ғой. Сол себепті. Мәселе боянған емес, енді ол даже боянып тұрса да міндетті түрде кешігіп кетеді. Қатал адам екен көрініп тұр. Пунктуальный деп айтты ғой, соны уақытымен бірден істемегеніне тез ашуланатыны көрініп тұр. Бүгінгі отбасында больше преобладает субординация. Есть такой тип отношений, может быть, для занятых людей со своим бизнесом, уже кто стал как личность, олай жараса да, так подходит. Бірақ менің ойымша, близость, теплота такая, как у брата и сестры, которые выросли в одном доме, будучи детьми, вот это для меня самое важное. Сіз ашуланған кезінде сонда қатты ұрсасыз ба әйеліңізге? Мен қатты ұрыспай, мен көзінің взглядымен ол түсінеді да, уже мен жынданып отырғанымды. Күйеуіңіз бар ақиқатты айтып салды ғой. Сондай. Айтамай жүр екен ғой. Менің түсінгенім, сіздер отбасылық қарым-қатынаста басқаша модельді қолдану қажет деп кеңес беріп жатырсыздар, Гүлшаратқа да, күйеуіне де. Бірдеңкенің артынан жүгіріп бара жатқан сияқтысыз өмір. Қанша күн болдық та бір-бірімізбен. Сіз постоянно бірдеңкене бір бос уақытыңыз болмады, мен сізге қарадым да, яғандай уже устала. Өзіңмен шаршап кеттіңіз. Да, мен как так можно? Просто сізге кішкене өзіңізге внутреннее спокойствие надо. Бұл жерде әкесі ретінде ниеті жақсы. Просто әкесі ретінде тұрып эмоционалдық бір қарым-қатынас әдісін білмей тұрды. Баласы ниеті ешкім жаман болсын демейді. Просто ашық тұрып, баланы аша алмай жатыр да, сондықтан төлей сап, ұрасап, неғып енді солай шешіліп жатыр ол. Бір традиционный бір енді установка. Жоқ, сол енді уақыт болмай жатыр ғой. Көп жұмыс жасайтынымыз біз. Ата-енемен тұрамын ғой. Оларға сенеміз. Олардың тәрбиесіне сенеміз. Жоқ, сені бөлек, бірақ сіз как будто спешите жить, понимаете? Ол да бар енді. Балаға әсер етеді ғой, балаға ол әсер етеді ғой, вниманиесі қалып қалады деген сияқты последствиялар сондай да. Негізі Жандос мырза мен Гүлшарат ханым прям өте әдемі жұп. Сонымен сіздің күйеуіңіз сізге 9 балл қойды. Ал біздің аналарымыз сізге қандай баға қояды екен? 9 балл. Қазір білеміз. Бір 3 бар. Гүлшарат 3 критерий бойынша сыналып жатыр үй шаруасы. Сіз қалай? Көріпкелдігіңіз бар екен ғой Санжар мырза? Сеземді, және ол кімнен болатынын да біліп отырмын. Бір 3 бар дедім, ол кімнен болатынын білдім. Айша, енді балалар тәрбиесіне келгенде көп көңіл бөлмейтін. Енді өздеріңіз де көріп тұрсыздар. Сосын телефонға ақша салу мәселесі маған өзіме жат қылық. Сосын бір енді ренжімейді шығарсын, айтсам. Қызбен ол екеу бір комнатада жатады екен. Сол қатты ерсі көрінді. Олар бөлек жатады. Біз сұрағанда қалай? Сол комнатада 2 төсек тұр. 2 төсек тұр, бірақ қызым әжесімен жатады. Сол сұхбат берген кезде бізге солай айтқан болатын, біздің комнатамыз деп. Біздің комнатамыз деп айта береді ғой. Енді бөліп жатырмыз, Құдай қаласа, өсіп жатыр. Камила, сіз де бала тәрбиесіне 4 қойыпсыз. Енді менің ойымша сол уақыт жетпей тұрғаннан қалған бәрінде 5. Менің ойымша ол не емес, критичный емес. Жақсы баға қойдым дейсіз ғой. Сабинур үшін сіз үздіксіз. Мен 5-ті аванс туралы беріп қойдым, өйткені тағы да бала... Аванс ретінде. Аванс, иә. Өйткені тағы да бала туам деп сендіріп жатыр ғой, иә? Гүлшарат, сізге қойылған бағалар осындай болды. Күшті ғой, не? Біздің сарапшыларымыздың да пікірі ескеріледі. Финал ертең. Бір ғана сыналмаған, айтылмаған
жұмбақ жан ортамызда қалды, ол Камила сіз. Түгі жоқ болып келсе де, тағдырдың сынына мойымай, бүгінгі Гүлшаратқа айналған бұл әйелдің өз отбасы үшін ақмама екендігі даусыз. Атақ келсе семірмейтін, қайғы келсе жеңілмейтін, ер мінезін қадірлейтін әйелдердің даңқы артсын.